Ешкім жасамағанды біз жасадық. Сол арқылы ұйымшылдығымызды, жаңашылдығымызды, құндылығымызды тағы бір мәрте өзгеге де, өзімізге де дәлелдедік. 1 наурыз алғыс айту күніне орай қазақ тілі мектебі пәнінің 10 мұғалімі өзіміздің ата-аналарымызды жұмыс орнымызға арнайы шақырдық. Өздері өсіріп тәрбиелеген, оқытқан ұл қыздарының Түркістан қаласындағы Назарбаев зияткер мектебінде жұмыс жасап жүргенін біледі-ау. Бірақ біз ата-анамызға мектептің ішкі атмосферасын толық сезіндіргіміз келді. Оқушылардың білімі мен өнерін, әріптестер арасындағы жылы қарым-қатынасты, жайлы, жағымды жұмыс ортамызды, аптаның 5 күнінде таңнан кешке дейін жасайтын тыныс тіршілігімізді көрсеткіміз келді. Сөйтіп, ең алдымен қонақтарымызды инфоцентрге жинап, бір-бірімен таныстырып алдық. Одан соң алдын ала жазып, дайындап қойған арнайы жүрекжарды хаттарымызды бердік. Олар оны оқып, сол жерде көз жастарына ерік берді. Хош, сонымен бізді өсіріп, жетілдіргендері үшін, қорғап, қолдағандары үшін әр ата-анаға арнайы алғыс хат табыстадық. Содан соң мектеп бойынша кампус тур өткіздік. Олар мектептің 3 қабатын да ерінбей аралап көрді. Мұнда оқитын оқушының да, жұмыс жасайтын мұғалімнің де бағы 5 ел екен деп бағаларын берді. Ең соңғы нүктеміз мектептің мәжіліс залы болды. Мұнда оларды 8 сыныптың оқушылары Мұқағали Мақатаевтың «Аққулар ұйықтағанда» поэмасының желісі бойынша қойылған драмалық қойылыммен күтіп алды. Айта кетсем, енді қойылымның ерекшелігі ол бір ғана сыныппен қойылған қойылым. Балам өлсе бақыттың керегіне топаншы басып кетсін қалғандар. Әйтеуір нұрғыштым, әйтеуір гүлдедім, көктемнің бұлбұлы. Шәкірттердің өнері, дайындық, ұйымдастыру барлығы әсер қалдырған болса керек, әріптесіміздің әкесі сахнаға көтеріліп сөз алды. Құрметті ұстаздар мен қадірменді оқушылар, бүгін Назарбаев зияткер мектебіне қабырғасына қонақ болу үшін мен үлкен мәртебе. Мен шақырғанда қуанып қалдым шынымен. Көзімнен жас шығып кетті бірінші шақырған кезде. Бұл білім ордасы тек білім беріп қана қоймай, ел болашағын тәрбиелейтін қасиетті орта деп білемін. Өйткені Назарбаев мектебі бұрын естігенменен, қазір қызымыз істеп жатқаннан кейін точно білеміз. Және немерем де жүрді оқып жатыр. Ұстаздарға айтар алғысым шексіз. Сіздердің еңбектеріңіз елдің ертеңіне салынған инвестиция. Ал жас зияткерлерге айтарым, білім деген құштарлықтарыңыз ешқашан сөнбесін. Осылайша өзімізді бір күн бала сезініп, ата-аналарымызға баламның жұмыс орындағы бір күн деген жоба ұйымдастырып бердік. Жұмыс уақыты аяқталған соң алдын ала дайындалған ауызашар дастарханына бір кісіде аттанып кеттік. Мұндағы атмосфера тіпті бөлек болды. Өлең оқыдық, ән салдық, тілек айттық. Әр ата-ана өз баласының балалық шағы жайлы бір талай құпияның сырын ашты. Керемет естеліктер айтылды, әзілдедік, күлдік, тамсандық, бір-бірімізді тағы да жақынырақ тани түстік. Жастары егде тартқан бұл күнде немере бағып отырған ата-аналарымыздың шаршадым, қайтайық деместен соңына дейін көңілді отырғандары бізді қуантты. Кеш соңында бір-бірімен жылы қоштасып, тағы жолығайық деген сөздері бұл іс-шарамызға берген оң баталарымен бірдей болды. Айтса айтқандай-ақ, амандықта, саулықта жыл айналып, тағы да 4 көзіміз түгел жиналуды жазсын. Ал сіз өз ата-анаңызды жұмыс орныңызға шақырар едіңіз? Ой қуатым-ай, несіне асығасың, тұра тұрмай өмірді басқа арнаға бұратындай. Түннен қорқам, мәңгілік тұратындай. Тоқташы, тоқтай тұршы қуатым-ай.